Білім күні қарсаңында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың қатысуымен Шиелі ауданы Иркөл ауылдық округіне қарасты Жансейіт ауылында 100 орындық жаңа мектептің ашылу рәсімі өтті. Салтанатты жиынға жауапты сала басшылары, еңбек ардагерлері мен ауыл тұрғындары қатысты. Аймақ басшысы жиналған қауымды жұмысын жаңадан бастаған білім ошағының ел игілігіне берілуімен Конституция және білім күнімен құттықтады. Биыл білім саласына бөлінген қаржы 262 миллиард 100 миллион теңгеге жетіп, облыс бюджетінің 35,8%-ын құрады. Президент бастамасымен қолға алынған жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында өңірде 21 мектеп салу жоспарланған, оның 10-ның құрылысы биыл аяқталса, 11 мектеп келер жылы пайдалануға беріледі. Жайлы мектептің біреуі Шиелі кентінде бой көтереді. Қадірлі жерлестер, білімге салынған инвестиция келешекке жасалған айқын қадам. Бүгінде Шиелі ауданының бюджеті 16 миллиард теңгеге жетті. Бұл қаржы аудан тұрғындарының өзекті деген мәселелерін шешуге бағытталуда. Шиелі ауданы бойынша сапалы ауыз сумен 39 елді мекеннің 95%, 86 мың тұрғынның 99,9% қамтамасыз етілген. Облысымыз қазір 98,5% орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Биыл 5 миллиард 300 миллион теңгеге жаңа жобалар жүзеге асуда. Біз осы арқылы келесі жылы облысымызды толық орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ететін боламыз. Басқосуда ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына және заманауи мектеп ғимаратының сапалы салынуына сүбелі үлес қосқан азаматтар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Аталмыш мектепте 70-тен аса оқушыға 28 мұғалім білім беруде. Биыл бірінші сыныпқа 13 бала қабылданды. 1984 жылы бастауыш мектеп болып ашылды. Ол бастауыш мектеп ата-аналардың өтініші бойынша ашылған. Сонда кеңсені берді бізге. Өте ескі ғимарат тұғын. Күнде сылаудан қолымыз тимейтін. Талапқа сай ешқандай кабинет болмаса да мұғалімдеріміз еш қиналмастан еңбек етті. Сол ата-аналардың ары қарай жалғастыру өтініштерінің арқасында 87 жылы орталау мектебі 8 жылдық болды. Міне сол кезде бірден аудан білім бөлімі басшысы Зермұхамедов бізге жаңа бітіріп келген түлектерді жіберді. Мектеп жаңа ұстаздарға толды. Бірақ олардың бәрі өз жерге үй сайын квартира жағалатып орналастырдым. Одан кейін солардың біраз тұрмыс тұрғысында қалып кетті. Қазір солар жүр. Ал қағандары ауысып кетті. Мұғалімдердің жоқ деп ешқандай қиналмай еңбек еткен арқасында біраз жетістіктерге жеттік. Өткен жылы облыс орталығындағы 4 мектептің орын тапшылығы мәселесі 850 орынға арналған қосымша ғимараттар салу арқылы шешілді. Бір жағынан қаржы үнемделді, екінші жағынан мектептер 3 ауысымда оқуға көшкен жоқ. Биыл Шиелі, Жаңақорған, Қармақшы аудандарындағы Қызылорда қаласындағы мектептер жанынан қосымша ғимарат, асхана, спорт залы сияқты құрылыстар салынды. Облыстық бюджет есебінен 8 мектеп ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Сондай-ақ Жаңақорған және Шиелі аудандарында 200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебінің құрылысы жүргізілуде. Арайлым Кенжебек, Ержан Сүлейменов, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.